Көп адамдар IT студент бола тұра өз студенттік өмірін құр босқа өткізеді. Себебі олар жұмыс істеймін деп көп уақытын сол жұмысқа арнайды. Бірақ ол жұмысы оны алдыға жылжыта ма, әлде артқа жылжыта ма, оны ешкім білмейді. Ал бүгінгі видеода біз қалай дұрыс жұмыс істеу керек IT студенттер бойынша соны қарастыратын боламыз, және қалай көтерілу керек, яғни қалай ақша табамыз деген сұраққа жауап беретін боламыз. Олай болса кеттік. Алдымен сіздерге жауап беретін жалпылама айтатын болсам, яғни сіз IT студент болсаңыз сізге де жалпы қатысты, сіз егер студент бола тұра жұмыс істегіңіз келетін болса, сіз алдымен мамандығыңызға қатысы бар жұмыстарды істеңіз, немесе онлайн болатын жұмыстарды істеңіз. Мысалға, сіз ОБТ тапсырдыңыз дейік, ОБТ-ға курспен дайындалыңыз. Сіз өзіңіздің курсыңызда, егер жақсы балл жинасаңыз, әрине, өзіңіздің курсыңызда куратор болып қалсаңыз болады, немесе онлайн кейін жұмыстар таба бересіз. Мысалы, SMM бар, таргетинг бар, мобилогер деген сияқты жұмыстарды атсаңыз болады. Ол қатты сіздің фокусыңызды алмайды және энергияңызды алмайды. Ал сіздің ондай қабілетіңіз жоқ болатын болса, сіз өзіңіздің мамандығыңызға қатысты болады. Мысалға, сіз IT студентсіз, сіз software engineering деген салаға түскіңіз келеді, және түстіңіз. Қазір оқып жатырсыз. Сізге кеңес, сіз сайт жасау бойынша немесе қандай да бір Telegram бот немесе программалар, қосымшалар жасауға тырысыңыз. Себебі бұл сізге бір жағынан стажировка және опыт немесе сізге тәжірибе алып келеді. Мысалға айтатын болақ, мен осы IT студент бола тұра мен сайт жасап ақша табудан, бірақ маған клиенттер аз келеді. Неге? Себебі мен личный брендті дамытпадым. Себебі қандай да бір себептер болды. Мен ОБТ-ға дайындалдым деген сияқты. Мен сол үшін мен қазіргі таңда жеке брендті қалыптастырып жатырмын. Сол арқылы мен болашақта миллиондаған табуыма үлкен көмек тигізеді деп ойлаймын. Себебі сіз Инстаграмнан бір адамға жазсаңыз, яғни сәлеметсіз бе, мен веб-дизайнермін, мен сізге өз услугамды ұсынғым келеді, который сайт жасау бойынша дейсіз. Жақсы дейді ол, себебі сіздің Инстаграмыңызға кіріп қарайды, сізде нормальный подписчиктер және контент жүргізе алады екенсіз ғой. Сіз сенімді адамсыз демек дейді, ол сізге өз жұмысын сеніп тапсыра алады. Сол үшін сізде жеке бренд қалыптасу керек. Ол қандай да бір жағдайға керек деп айта алмаймын, сіз одан ақша таба аласыз деп айта алмаймын. Себебі кейбір жағдайларда сіз реклама арқылы аз табуыңыз мүмкін. Бірақ бұл нақты мақсат емес, біздің басты мақсатымыз емес. Біздің басты мақсатымыз жеке сенімді қалыптастыру өзімізге деген. Халық бізге сену керек, біз халыққа көрсетуіміз керек. Сол үшін сіз жеке бренд қалыптастыру арқылы ақшаңызды көбейте аласыз. Сол үшін жеке бренд қалыптастырыңыз. Егер бұл видео пайдалы болатын болса, видеоға лайк басып, арнама жазылып қойыңыз. Себебі осындай видеолар менде тұрақты шығады.